Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Шарипов Самат Орынбасарұлы. Ақтөбе қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі семинарда менің ұсынғалы отырған тақырыбым 7-ші сыныпта тығыздық бөлімі бойынша қалыптастырушы бағалау стратегиялары. Өздеріңіз білетіндей, жаңартылған білім беру мазмұны аясында барлығымыз критериалды бағалау жүйесіне көшкен болатынбыз. Бағалаудың жаңа жүйесі оқушылардың өз іс-әрекетін бақылау және бағалай білу, туындайтын қиындықтардың себебін анықтау және жоя білу қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқыту процесі оқушылардың функционалдық сауаттылығын және кең спектрлі дағдыларын қалыптастыруға бағытталады. Критериалды бағалау жүйесі не үшін керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Критериалды бағалау мұғалімге оқу процесін неғұрлым тиімді ұйымдастыру үшін оқушыларға уақытылы қолдау көрсету және олардың оқытудағы жетістіктерін қамтамасыз ету үшін ұсынылады. Мұндай бағалау жүйесі ең алдымен оқушыларды оқуда табысқа жетуге ынталандыруға, білімдегі кемшіліктерді анықтауға және олардың жетістіктерін көрнекі түрде көрсетуге бағытталған. Нақты бағалау критерийлерінің көмегімен мұғалім оқушы білім алудың қандай сатысында тұрғандығын, оқушының оқу мақсатына қол жеткізуіне көмектесу үшін не істеу қажет екендігін біле алады. Және де бұл мұғалімнің өз сабағын дұрыс жоспарлауына және осыған сәйкес оқыту стратегияларын дұрыс қолдануына мүмкіндік береді. Әрбір оқушы бұл жеке тұлға. Қалыптастырушы бағалауды біз мына гүлдерді суарудағы суретпен ұқсастығын байқауға болады. Яғни әртүрлі гүлдердің өсіп гүлдеуі үшін біз оған күнделікті суарып, қажетті оған органикалық тыңайтқыштарды беріп өсіруіміз қажет. Оқушыларды да осы гүл ретінде қарастыратын болсақ, онда олардың осы өсіп өнуі үшін оған үнемі қолдау көрсетіп, қажет кезінде көмек көрсету қажетпіз. Бүгінгі семинарда сыныптағы бақылаулар нәтижесіне негізделген тығыздық бөлімі бойынша қалыптастырушы бағалау стратегиялары қарастырылады. Қалыптастырушы бағалау оқушының оқуын дер кезінде жақсартуға мүмкіндік беретін, оқушы мен мұғалімнің арасындағы кері байланысты қамтамасыз етіп, оқу үдерісі кезінде жүргізілетін бағалаудың түрі. Критериалды бағалау жүйесі біз білетін қалыптастырушы бағалаудан, бөлім бойынша жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалаудан тұрады. Осының жалпы қорытындысы бізге оқушыға 90-дық бағасына әсер етеді. Оқушыларды критериалды бағалау жүйесі қалыптастырушы бағалау мұғалім қолдау көрсетеді, бөлім және 90-дық жиынтық бағалауда оқушы жетістігін көрсетеді, ал жыл соңында оқушы өзінің деңгейін растайды. Дағдыларды дамытуда Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы маңызды екені сөзсіз. Қарап отырсаңыздар, төменгі деңгей дағдылары білу және түсіну, орта деңгей дағдылары қолдану және жоғары деңгей дағдылары талдау, жинақтау және бағалау. Өздеріңіз білетіндей, 7-ші сыныпта тығыздық бөлімі 5 оқыту мақсатынан тұрады. Жалпы физика пәні осы 7-ші сынып оқушылары үшін жаңа пән болып саналады. Жаңартылған білім беру мазмұнының басты ерекшелігі оның шиыршықты оқыту моделі. Білімнің қарапайым деңгейінен бастап, яғни күрделі деңгейіне көшу қарастырылған. Блум таксономиясында қолданылатын етістіктер бойынша мұғалім оқушылардың ойлау дағдысын дамыту үшін сабақ жоспарын дайындауға, қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлей алады. 7-ші сынып тығыздық бөлімі бойынша алғашқы оқу мақсаттарының бірі таразылардың көмегімен, соның ішінде электронды, серіппелі және иінді таразының көмегімен дененің массасын өлшеу. Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттары бізде түсіну, білу, қолдану және талдау жатады. Білу, түсіну және қолдану дағдылары бұл
оқушы дененің массасын иінді таразымен өлшейді, серіппелі таразымен өлшеуді үйренеді және электронды таразымен өлшеуді үйренеді. Ал талдау дағдысына келетін болсақ, оқушы осы алынған тәжірибе нәтижелерін салыстырады және қорытынды жасайды. Жоғары дәлдікті нәтижені қандай таразы арқылы алуға болады деген сұраққа жауап іздейді. Әрине, бұл жерде физиканы тәжірибесіз елестету мүмкін емес. Оқушыларға дайын материалды бергеннен гөрі оларға шағын зерттеу жұмыстарын берген әлдеқайда тиімді. Сондықтан да бұл жерде learning by doing стратегиясын қолдануға болады. Яғни оқушы іс әрекеті арқылы оқып үйрену оқу мақсаттарына жетудің бірден бір жолы. Мұғалім жұптық немесе топтық бағалауды жүргізе алады. Оқушылардың іс әрекетін бақылау картасының болуы оқушылардың оқу мақсатына жеткендігін немесе қолдауды әлі де қажет ететіндігін көрсетеді. Жақсы балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы масса және дененің массасын анықтау. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты осы дененің массаларын әртүрлі таразылардың көмегімен анықтау. Сондықтан біз бүгінгі сабағымыз зерттеу жұмысына негізделген. Сондықтан біз қазір жұпта жұмыс жүргізетін боламыз. Әрбір жұп өзінің берілген тапсырмаларды орындайды. Жарай ма? Жақсы. Бірінші тапсырма сіздерде дененің массасын иінді таразының көмегімен анықтау. Қарайық. Иінді таразының көмегімен анықтаймыз. Сіздердің алдарыңызда 3 дене бар. Қараңыздаршы алдарыңызда. Алюминий білеуші табайық. Қолымызда көріп тұрған жоқ. Алюминий, қайсысы алюминий? Ағаш және темір. Осы денелердің массасын өзіңіз қолмен болжап массасын анықтап көріңіз. Қанша топта ақылдасып, массасы шамамен қанша грамм болады екен? Жақсы. Тапсырманың екінші бетінде сізде болжам деген бар. Сол болжамға топта ақылдасамыз. Қайда? Балдар өздеріне тартып алыңыздар мені. Ал ағаш білеушені 4 грамм деп болжадық. Темір білеуші болса 45 грамм деп есептедік. Алюминий білеушенің массасы 17 грамм немесе 0,17 килограмм. Ағаш білеушенің массасы 4 грамм, килограммға айналдырсақ 0,04 килограмм. Темір білеушенің массасы 46 грамм, ал килограммға айналдырсақ 0,46 килограмм. Жақсы, бірінші жұпқа баға берейік. Жаңа, не дейсіз? Менің ойымша олар жұмысты жақсы орындаған, қатесіз, жақсы жазған. Сондықтан жақсы баға беремін. Нәтижесі сіздікімен салыстырыңыз. Нәтижесі
салыстырғанда бірдей болып тұр. Алюминий білуші 15 грамм болды, ағаш білуші 5 грамм, ал темір білуші 50 грамм деп болжадық. Бұлай таразымен өлшеп көргенде бізде алюминий білуші 16 грамм, ағаш білуші 4 грамм, ал темір білуші 46 грамм болып шықты. ХБЖ-ға айналдырғанда килограммен 0,16 грамм, 0,4 грамм және 0,46 грамм. Менің ойымша олардың жұмыстары жақсы, бірақ темір білушенің массасын ХБЖ-ға айналдырған кезде оларда қате кеткен, олар 0,1046 деп жазып. Қандай болу керек? 0,1046 себебі 1 килограммда 1000 грамм. Жақсы. Балалар, енді екінші біздің дененің массасын анықтаудың екінші әдісі серіппелі таразының көмегімен анықтау. Ол үшін сіздерге алдымен дескрипторлар беріледі. Дескрипторлермен танып шығайық. Жұмысты орындау үшін. Бірінші не істеу керек? Хронология келтіреміз. Дұрыстап келтіріп аламыз. Көтереміз. Тоқтау керек. Біз алюминий, ағаш және темір білушілердің массасын серіппелі таразы бойынша өлшеген болатынбыз. Және де шыққан массаны дескриптор бойынша біз оны 100-ге көбейттік. Яғни алюминий білушенің массасы 0,16 граммда көбейттік 100-ге, және де қалғандарын солай. Ал ХБЖ-ға айналдырған кезде бізде осындай мәндер шықты. Алюминий білуші 0,16 килограмм, ағаш білуші 0,04 килограмм, және де темір білуші 0,45 килограмм. Жақсы. Сіздер қандай баға берер едіңіздер? Жұптар, Иә, осы жауапқа біз жақсы береміз, бірақ оларды кішкене сенімдеу екен. Біздің санағымыз бойынша олардың алюминий білушісі 1 граммға жеңілірек екен. Қалғандар бәрі жақсы дұрыс. Жақсы балалар, біз дененің массасын иінді таразымен өлшедік. Екінші, серіппелі таразымен өлшедік. Енді қазір электронды таразымен өлшеп көрейік. Бірінші неден бастаймыз? Алюминийден. Сөйлесеміз. Қандай? Біз бұл жерде электронды таразының көмегімен алюминий білушенің дененің массасын өлшедік. Алюминий білушенің массасы 16,177 грамм болып шықты. Егер килограммға аударсақ 0,100,677 килограмм. Ал ағаш білуші 4,141 грамм шықты, ал егер килограммға аударсақ 0,100,441 килограмм. Темір білуші 45,194 грамм болып шықса, килограммға аударсақ 0,100,000
4594 килограмм шықты. жақсы. Менде иінді таразымен өлшеген кезде 17 грамм болды. Ал электронды таразымен өлшеген кезде 16,121 грамм болды. Ағаш білеушені иінді таразымен өлшеген кезде 4 грамм, ал электронды таразымен өлшеген кезде 4,13. Темір білеуші иінді таразымен өлшеген кезде 46 грамм, ал электронды таразымен 46,25. Енді осы үш таразымен жұмыс жасау кезінде қандай қиындықтар туындады? Қай таразымен өлшеудің дәлдігі жоғары? Қалай ойлайсыздар? Электронды таразымен өлшеген кезде әрине дәлдігі оның жоғары болады. Маған кішкене қиындық туғызған иінді таразымен жұмыс жасау. Өйткені ол кезде дәл өлшемін таба алмаймыз, бірақ ұзақ уақыт өлшеу керек. Келесі оқу мақсаттарының бірі әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді қолдану. Блум таксономиясы бойынша бұл білу, түсіну және қолдану дағдыларына сәйкес келеді. Оқушы тікелей өлшеу арқылы қатты дененің көлемін өлшейді, сұйыққа батыру әдісімен қатты дененің көлемі және сұйықты ығыстыру тәсілі арқылы қатты дененің көлемін өлшей алады. Әрбір сабақ оқу мақсаттарын нақты айтудан және бағалау критерияларын таныстырудан басталу қажет. Оқушы қойылған оқу мақсаттарын түсінуге, оны ой елегінен өткізіп, оған қалай жету керектігін білу қажет. Өзара бағалау формасын жүргізуге болады. Бұл жерде де жұмысты топтық немесе жұптық жұмыс жасауға болады. Келесі сабағымыздың мақсаты әртүрлі денелердің көлемдерін анықтау. Ол үшін бізге бірінші әдіс тікелей өлшеу арқылы дененің көлемін анықтау. Біз бүгін топта жұмыс жасаймыз. Сіздерге алдымен тапсырмалары және бағалау критерийлері беріледі. Келді өлшейміз. Иін 1 сантиметр, биіктігі 1 сантиметр. Биіктігі 1 сантиметр. Сонда 6 сантиметр. Биіктігі 1 сантиметр де? 6. Биіктігі 1 сантиметр. Көлемі 6 сантиметр. 6 сантиметр куб. Көлемі кеседі дәл солай ма? Көлемі тоже. 6 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр. 6 сантиметр куб. Келесі әдіс, дененің көлемін анықтаудың тағы да бір әдісі, бұл денені суға батыру арқылы дененің көлемін. Бөлік құнын таба аламыз ба? Сонда дененің көлемі қанша болды? 25. Жұмысымызда екі дене келтірілген. Бірінші темір білеушінің денесі дұрыс болғандықтан, оны біз сызғышпен дәл өлшей аламыз. Ал бұл қышқыштың пішіні дұрыс емес болғандықтан, біз оны сызғышпен өлшей алмаймыз. Сондықтан біз оны суға батыру әдісімен арқылы өлшедік. Дененің, яғни сұйықтықты ығыстыру тәсілі арқылы өлшеу болды. Біріншіде біз темір кесекті
Біріншіден біз шүмегі бар ыдысқа су толтырдық, және де оның ішіне темір кесекті салғаннан кейін 7 мл су артық ағылды. Және де біз оны ХБЖ-ға айналдырған кезде ол яғни оның -6 дәрежесі метр куб болды. Жетінші сыныптағы тығыздық бөлімі бойынша келесі оқу мақсаттарын қарастырайық. Тығыздықтың анықтамасын білу және тығыздық формуласы бойынша есеп жүргізу, туынды өлшем бірліктер мен негізгі халықаралық бірліктерді ажырату. Бұл жерде Блум таксономиясы бойынша білу, түсіну және қолдану дағдыларына негізделген. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін тест тапсырмаларын орындауға болады. Яғни тест тапсырмаларға оқушыларға жеке жұмыс ретінде беріледі. Оқушылардың білім жетістігін тексеруде beta-socrative.com сайты арқылы дайындалған онлайн тест жүргізудің тиімділігін айтуға болады. Әрине бұл жерде қандай ресурстар қажет? Бұл жерде ноутбуктер және интернет желісі болу керек. Тест нәтижесін автоматты түрде тексеру және мұғалімнің кері байланысы оқу мақсатына жетуге көмектеседі. Көріп отырсаңыздар, жасыл түспен боялған аймақ оқушының дұрыс жауап бергендігін көрсетеді, ал қызыл түсті аймақ бұл оқушының қате жауабын көрсетеді. Оқушылармен бірге қиындық туғызған сұрақтарды талқылау оқу мақсатына жетуге көмектеседі. Яғни біз бірден осы оқушының қай сұрақтардан қате жауап бергендігін бірден анықтап, сол жерде кері байланысты өткізе аламыз. Қазір кірді бізде акторлығын. Пароль до конца. Орындаған тапсырмаларды Ақторғын, Диана, Дінмұхаммед, Қымбат, Медина, Орынгүл. Енді қай сұрақ бізге қиындық туғызды? Үшінші сұрақ. Солай ма? Үшінші сұраққа қандай сұрақ деп қарайық. Суретте көрсетілген шарлардың массалары бірдей дейді. Қай шардың тығыздығы ең аз? Қайдан? Бірінші дененің массасы ең аз, тығыздығы ең аз. Себебі? Себебі ол көп кеңістікте. Төртінші сұрақ. 1 килограмм неше граммға сәйкес келеді? 1000 грамм. 1 килограмм деп отқанымыз 1000 грамм. Жауабы не болады? С жауабы. Қателескенбіз. Бұл дененің қандай кеңістікті алатынын сипаттайтын физикалық шама? Дененің көлемі. Келесі оқу мақсаттарының бірі бұл сұйықтың дұрыс және дұрыс емес пішіндегі қатты дененің тығыздығын анықтау әдісін сипаттау. Бұл жерде Блум таксономиясы бойынша түсіну, білу, қолдану, талдау дағдыларына негізделген. Тапсырма бойынша саралау арқылы оқушылардың қабілетіне қарай зерттеу жұмыстарын дайындауға болады. Яғни дифференциацияны пайдаланып, қабілеті жоғары оқушыларға күрделілігі жоғары тапсырмаларды беру көзделген. Мысалы, дұрыс емес пішінді заттардың тығыздығын анықтауда картоп пен сәбізді қолдануға болады. Сол сияқты ермексаздан жасалынған дененің біртекті емес денеден жасалғандығын анықтауға байланысты тапсырмалар қарастырылады. Жақсы.
жеті. Ағаш жоқ шығар бұл жерде. Ағаш әртүрлі болуы мүмкін ғой. Қарағай, басқа бір ағаштың сортына байланысты да. Но бірақ қараңыз, неше болады? 400-ден болады бізде. Қанша? 400 килограмм метр куб, алюминий 2700 килограмм метр куб, ал темір 7900 килограмм метр куб. Сонда сіздің нәтижелеріңіз, кесте нәтижелерімен? Бізде дәл бірдей келмейді, бірақ шамамен келіп тұр. Бізде темір кесегі 7600 килограмм. Кестеде? 7900. Біз картоптың массасын өлшегенде массасы 108,10 грамм болып шықты. Ал бастапқыда 150 мл біз су құйдық. Кейін картопты салғанда 250 мл болды. Сонда 250-ден 150-ді азайтқанда 100 мл. Ол картоптың көлемі. Сәбізде тығыздығы 1039 шықты, ал кестеде 1032 шықты. Сонда біздің нәтижелеріміз кестедегі нәтижемен ұқсас, тек шамалы айырмашылық бар. Неге де ойлайсыздар? Мысалы, әрбір картоптың немесе сәбіздің бірнеше сорттары бар, олардың массалары әртүрлі болуы мүмкін. Соған байланысты шамалы өзгеше деп ойлаймыз. Тығыздықтары әртүрлі болуы мүмкін, да? Біздің тапсырма екі ермексаздың тығыздығын анықтап, оның ішіндегі қайсысында жай ғана қуыс, ал қайсысында белгілі бір зат болуы мүмкін. Яғни біз есептеген бойынша бірінші ермексаздың массасы көп болып келеді, ал бірінші ермексаздың массасы аз, ал екіншісінікі көп болып келеді. Соған қарай отырып, біз біле аламыз, егер де дененің массасы көп болса, оның тығыздығы да көп болып келеді. Демек, осы массасы көп ермексаздың ішінде қандай да бір зат бар. Көрейік, ашып көрейік. Так, сонда ол дененің ішінде не тұр екен? Шар тұр, е? Тығыздық бөлімін қорытындылау кезінде диалогтік билетті қолдануға болады. Яғни диалогтік билет стратегиясы бұл топтық жұмысқа негізделген. Мына оқу мақсаты Блум таксономиясы негізінде білу және түсіну дағдыларына негізделген. Өздеріңіз білетіндей, сабақ кезінде оқушылардың топқа бөліп, қандай да бір мәселені талқылау барысында кейбір оқушылар диалогке дұрыс араласпай, шет қалып жатады. Бұл әдістің артықшылығы оқушылардың диалогке қатысуын реттеу және бірігіп жұмыс жасау арқылы білімді игерту, әрбір оқушының диалогке араластыру және басқаларды тыңдауға үйрету. Диалогтік билеттің нұсқаулығына көз жүгіртсек, яғни диалогтік тақырыбы оқу мақсатына және оқушының білім мен дағдыларына сәйкес алынады. Оқушылар 3 немесе 4 адамнан тұратын топта жұмыс жасайды. Оқушыларға диалогтік билет беріледі. Әрбір оқушыға 5 түрлі түсті қағаздар беріледі, және бұл олардың осы диалогке қатысу үшін кіру билеті болып саналады. Оқушы өзінің ойымен бөлісетін кезде әрқашанда ол билетті қолданады. Сөйлемді тақырыпқа байланысты бір немесе екі сөйлемнен артық айтпау қажет. Жалпы диалогты мұғалім 5-10 минут ішінде минуттай уақытқа соза алады. Оқушылардың қолында қалған билеттері арқылы мұғалім оқушының білімін тексере алады. Егер дененің көлемі үлкен болса, оның тығыздығы аз болады. Дене қашақты кіші болса, оның тығыздығы да соған қарай ұлғаяды. Жақсы. Және егер мысалы 3 тен алсақ, массалар бірдей болса, онда көлемі ең кішісі болатын
мысалы қандай да бір зат оның тығыздығы үлкен болады. суға батыру арқылы да? Сол батыру арқылы. Жақсы. Массаны біз килограммен өлшейміз. Массаны өлшеудегі негізгі үш өлшеу құралы бар. Ол біріншісі иінді таразы, екіншісі серіппелі таразы, сосын үшіншісі ол электрон таразы. Жақсы. Көлемнің формасы биіктік, ұзындық көбейтілген ені көбейтілген биіктігі. бірнеше дененің массасы бірдей, бірақ көлемдері әртүрлі болған кезде ең аз тығыздығы ол ең үлкен көлемді денеде болады. Жақсы. Таңшолпан жұмысы өз несін бітірді, да? Жақсы. Тығыздықты масса бөлінген көлем формасымен табамыз. Рho әрпімен белгіленеді. Сосын оған мысал келтіруге болады. Үш әртүрлі көлемді шарик, бірақ олардың массалары бірдей. Ең үлкен шариктің көлемі, ең үлкен көлемді шариктің тығыздығы ең аз болады. Жақсы. Ал ең кіші шариктің тығыздығы ең көп болады. Жақсы. Мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланыс, оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой пікірін тыңдауға негізделеді. Яғни бұл уақытта рефлексия жүргізіледі. Біз бүгін сабағымызды жалпы қорытындылаймыз. Сондықтан сабақты қорытындылау үшін сіздерді барлықтарыңызды мына жерге партаға келіп, өзіңізге ұнаған суретті таңдап алыңыздар. Өзіңізге ұнаған сурет, көңіл күйіңізге байланысты, тақырыпқа байланысты алуға болады. Не үшін алғаныңызды? Жақсы. Алғандар ары қарата ортаға шығамыз. Бұл сурет ұнады, себебі бұл жерде тастар бірінен бірі биік орналасқан. Бұл тепе-теңдік, тыныштық сондай мағынаны білдіреді. Менің бұл жерде таңдаған суретім ол саты. Яғни мен таңдаған себебім ол мен бүгін сабақта көптеп жаңа терминдерді, жаңа тақырыптарды үйрендім. Мен бұл суретті таңдаған себебім бұл ағаш тамыры өте үлкен болып өскен, өзі өте көне ағаш. Бұл ағаштың тамыры өзі өскен секілді менің де білімім өсіп артып жатыр. Сол себепті мен осы суретті таңдадым. Жақсы. Ал мен мына суретті таңдадым. Қарасаңыздар, яғни өзеннің бір жағынан екінші жағына Жол салып тұрған жол салып тұрған бөрене, яғни біз барлығымыз тығыздық деген бөлімді аяқтап жатырмыз. Яғни біз әрқашанда біз келесі қадамға баруға дайынбыз. Жақсы, сабақ аяқталды. Сіздерге рахмет.